қандай компьютер өтеді? Кімді жуады? Решен сөйлепті, жалғыз мәйқасын өтуімізде. Қауаныз бар ғой? Қауаныз бар. Мынада үш сұрақ берем. Сол сұраққа мен соған лайықты білгендер болып отыршы. Мен бір сұрағым, соған лайықты білгендер болып отыр, е? Поэманы толық білмеймін, бірақ орташа деңгейде қауаным бар. Кейіпкерлер білем, арақта білем дейді, е? Орташа білем дейді. Орташа білем дейді. Қолды деп жүрген, бересі бер. Кітабын бар, ажамыз, әсет. Орташа білем. Еще әсет, Темірлан, Алпамыс, бересі бер. Сен білмейсің бе? Қолды жүрген. Бересі жақсы білдік. Ағырай, бұл поэманы мен жақсы білемін. Жақсы білемін. Жалпы мазмұн білемін. Қалай аламын дейтін баламын мен. Бала. Басқа үшінші сұрақ, мен өте жақсы білемін. Поэманы кейіпкерлерін талдай аламын. Дейтін баламын. Өте жақсы білемін. Барлық сұрақтарға жауап бере алатын баламын. Жанна біледі деп, шықпасқа. Бұл қалай? Біледі, айгүл біледі, жақсы. Маған кім қысқаша, оқиғаны қысқаша жесін айтып берді, бір 5-6 сөйлеммен. Оқиға былай бастап, мынадай жерде, мынадайлар кімдер келді, келесі сұрақ кім жоқ деп, қысқа, сюжетін айтып шығады. Қысқа сюжет 5-6 сөйлеммен. Сол жерді бар, айтып адамарға сюжет, оқиғаны, қысқа, 5-6 сөйлеммен. Жалпы құлагер поэмасында құлагердің портреті көбінесе бейнеленеді. Бұл жерде ең алғашқы ақанның қандай адам екені және де оның мінезі, жалпы ақан туралы мәліметтер. Ал келесі сюжетте ас туралы беріледі. Бұл жерде Сағынайдың асы болып жатырғанын және де әр елден жаңағы қонақтар келгенін сипаттайды. Солай оқиға өрбейді. Бұл жерде градация болады. Градация дегеніміз бір оқиғаны күшейтіп айту. Сол сияқты асқа, Сағынайдың асына жаңағы ақан келеді. Жалпы ақан келген кезде жаңағы оның құлагеріне кейбіреулер мін айтады. Мін айтып жатырған кезде Күреңбай оған қарсы шығып, сенің құлагерің бірінші көбедей бірінші орынға деп соған қатты қызығушылықпен Күреңбай қарайды. Сол кезде Батыраш соны естиді. Батыраш дегеніміз жаңағы құлагердің, яғни ақан серіні көре алмайды. Былай айтқан кезде. Сол кезде жаңағы ақанның айтқан сөзіне жаңағы қарсы шығады Батыраш. Солай бейәдеп сөздермен жаңағы ақанды шымшиды. Жақсы оқиғаны қорытындысы не болды? Жалпы оқиғаның қорытындысында құлагер әділетсіздікпен жаңағы қаза табады. Яғни жаңағы ел сүйсінген тұлпар, ақын оны жалпы әділетсіздіктің құрбаны ретінде көрсетеді құлагер поэмасында. Және де қайсар рухтың символы ретінде бейнелейді. Жақсы отырады. Қалып қойған детальдар бар. Маған кім жауап береді? Бұл өтірік айтамыз, суламаймыз. Асқа қанша ат бәйгеге қатысты? Неше ат? Әсет? Мың 3 ат қатысып көрсетті. Енді бір тағы қалпына деді бар. Құлагерді көргенде жұрт қандай сезімде болды? Алғаш көргенде құлагерді қандай сезімде болды? Қандай эмоция байқатты? Кім айтады? Құлагерді көргенде жұрт, оны құлагер деп атаған автор осыған бұл деген сыртқы бейнесіне көңілі толмай жатыр. Оларға құлагерге күледі сырттан, осы бәйгеде шабатын
атқа ұқсамайды деп сын айтады. Санайда күледі, мазақ қылады, иә? Жақсы. Бұған әркім төлесін, әркім бағасын деген сыншет қолды тұрып айтамыз. Кім еді? Велосипед айтамыз ба? Бегас. Кім еді? Сыншы. Қуаныш. Күлінбей сыншы, дұрыс бағасын береді, сосын арқанға не қылайды? Сенің мана атың көмбеден бірінші келеді деп болжам жасайды. Жақсы болды. Оқиға иесі осы ғой балалар. Енді ары қарай біз жаңа сабақты өтеміз. Тағы да әкеміз ашып тағып жазайық. Жансүгіровтің құрайды көмекті арқан иесі жазайық. Бұл тақырыпта бізге екі мақсат қояды. Бірінші, көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау дейді. Бұл не деген сөз? Бұл арқанның бейнесін анықтаймыз. Арқан қандай адам болған? Қыр-сыры сипаты қандай? Мінез-құлқы қандай? деген сұраққа жауап береміз. Екінші, әдеби шығармадағы психологизмді анықтау. Психологизм деген осы кейіпкерлердің бойындағы оқиға барысындағы эмоциялар. Қандай? Соны түсінуіміз керек. Ал бүгінгі сабақтың мақсаты. Лагер поэмасында арқан бейнесіндегі психологизмді анықтаймыз, арқанның көңіл-күйін. Бұны барлық бала білуіміз керек. Мен жаңа сабақтың басында бекерден сұрап отырсам, көбін білмей отырсыздар. Мына мәселені бәріміз білуіміз керек, арқанның бейнесін. Екінші, арқан бейнесін сипаттайды, бұны үштен біріміз, немесе үштен екіміз орындай алуымыз керек. Үшінші, әдеби шығармадағы кейіпкердің жан күйзелісін сипаттау, ой толғау жазылып, бұны бәріміз емес, кейбір оқушылар ғана психологизм деген не болды? Жан күйзелісі. Манағы арқанның әділетсіздікке душар болғандағы жағдайы. Енді осы жерде біз бір өткен тақырып бойынша еске түсіріп Құлагер поэмасы. Тегін бекен ақан сері. Бұл дәуір емес бекен елді бері. Өз ұлын, өз ерлерін ескермесе, ел тегі алсын қайдан кемеңгерді. Туғаны, арқадағы арғын елі, өскелі Көкшетаудың шалын жері. Ащы тіл, асау мінез қулығынан атанып кетпеді ме азғын бері. Лақабы әлде әулие, әлде бері, арқаның атақтысы ақан сері, көкшіде сұқу сүйіп өлең айтқан, бұлаңдап тақымында құлагері. Кісі емес, ақан төрде билік айтқан, ұр емес, ауыл торып ел шулатқан, мол емес, мешіт салып секет алып, нәжісін дүниенің бойға жаққан. Жүрган сонар саян қызғымен, өмірді өткізген жан өз ырқымен, өмірдің ащы емес тұщысында қызықтап жігіт ойын қыз күлкімен. Саңлайын шыққан мұңнан озған жүзден, көп сұлу көзін сүзген күнді өткізген, қызықтың айдынына құлашылып, армансыз қаздай қалқып қудай жүзген. Солардан келе жаны безген, өмірде әнсіздігін әбден сезген, сезгір жан нәзік көңілін азап алып, жабырған жапан түзді жалғыз кезген. Еске түсті ме? Арқан бейнесі жөнінде еске түссе әрбай. Бірінші тапсырма бар. Тапсырманы орындаушымыз топқа бөлінеміз. Мына отырған бірінші топ жанынан сен топ басшы саласың, және ұпай бересің қазір жетеді. Қанса бер? Мына жерде айбүкім сіздің топ басшысын, ұпай кестесі. Бірінші тапсырмамыз қарайшы. Қарай қаттас. Топтық жұмыс, топ болып жасаймыз. Топқа берілген ұпай, бәрінің ұпайын болып есептеледі, сондықтан топ басшысы бағалау кезінде әрбір баланың сабаққа қосқан пікірін, үлесін есептеп 0 мен 3-тің ұпайын аралығында беріп отырасың. Оқиғаның салдарын түсінеміз, психологизмді анықтаймыз. Салдар деген не? Мына жерде себеп беріліп отыр. Салдар деген не? Соны анықтаймыз. Себеп салдар деген түсінеміз, себеп бір нәрсенің болуына, өтуіне оқиғаның себебі.
Ал салдар деген оқиғаның өзі не болды? Демек мына жерде берілген әлеуметтік мәселе құлагер іштарлық пен қастандықтан құрбан дейді. Демек әділетсіздік пен қастандықтың кесірінен не болды? Соны жазып шығамыз топ болды. Екінші топ ақан психологиясы. Жан күйзелісін жазамыз. Жан күйзелісіне қалай келді? Неге жоқтау айтты? Әділетсіздікке неге ашуланды? Соны жазамыз. Түсінді ме? Берілетін уақыт 10 минут, 7 минутта орындаймыз, қалған 3 минутта қорғап айтып шығамыз. 5 минуттарда салдарын түсінеміз. Міне салдарын түсінеміз бұл жерде. Шығармадағы психологиясын анықтаймыз. Топ басшыларға түшпайды. Тасыны түсінді ме? Тапшы, мен қағаз бересің. Мына жазбаймыз. Қалаймыз. Топтағылар пікір қосамыз. Бір пікір болса да, бір сөйлем болса да қосамыз. Топ басшыларға сендер бағалайды. Құлагер іштарлық пен қастандықтың құрбаны